Қайырлы күн, достар. Бүгін өте дәмді, ерекше варениктер жасаймыз. Ең алдымен картопымызды әбден жуып, тазалап, турап аламыз. Тұзды суымызға картопымызды салып, әбден пісіргенше қайнатып аламыз. Мен варениктерге, жұқананға, пельменге де бірінші сұрыптағы ұнды пайдаланамын. Өйткені оның түсі де, дәмі де ерекше болады. Ұнымызға тұз, жұмыртқа бәрін араластырып, кейін кішкене салқын суды құйып, қамыр илейміз. Кейін үстінен 2-3 ас қасық сұйық май құйып, қамырды 10 минутке тындырып қоямыз. Мінекей картопымыз пісті. Оның суын төкпей, тоңазытқышқа қоюға болады. Одан керемет пирожкиге қамыр илеуге болады. Картопымыздың үстіне сүт, кішкене сары май қосып, пюре қылып еземіз. Біздің қамырымыз керемет эластичный болып шықты. Енді оны бөліктерге бөліп, варениктер жасауға кірісеміз. Варениктер дайын. Енді мантыварканы майлап, үстінен тізіп қоямыз. Алдын ала суды қайнатып қоямыз. Кемінде варениктерді 20-25 минут қайнатып аламыз. Варениктеріміз дайын болды. Баршамызға ас болсын.